Жыл басынан бері облыстық мемлекет қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаменттің бастамасымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың 20 жылдық аясында түрлі іс-шаралар өткізілуде. Сондай шаралардың бірі қаладағы мұз айдынында «Әкем, анам және мен» спорттық және атты отбасылық спартакиада. 5 эстафеталық ойын түріне өткізілген жарысқа 8 команда қатысты. Сайысты өткізудің басты мақсаты мемлекеттік қызметшілер арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру және насихаттау. Мемлекеттік қызмет істері арасындағы, органдар арасындағы 20 жыл болуына байланысты мемлекеттік қызметшілер арасында отбасылық сайыс болып жатыр бүгін. Әрине, отбасылық сайыста қызу дайындықтамыз. Мемлекеттік қызметшілер арасында бұндай сайыстар болғаны дұрыс деп санаймыз. Өйткені салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін бұл өте қажет әрбір жанұяға. Осығандай жарыстар жылда болғанын тілейміз. Балаларымыз осыған талпынып келесі жыл тағы қатысамыз деп үміттеніп отырады. Отбасымызбен негізді шахмат, шашка, домино, тағы басқа жаңағы спорт ойындарына қатты қызығамыз. Футболдың, волейбол, баскетболдың жанкүйерлеріміз.